Assalamu alaikum, менің YouTube каналымның ағзалары, қалайсыздар? Сіздермен көріспегенімізге көп уақыт болды, YouTube-ға контент салмай қалдым. Қолым тимей қалды техникалық себептерге байланысты. Ал енді бүгін сіздермен бірге Get Ready With Me жұмысларыма. Бүгін бірінші болып массажға бараман, білесіз, Бейбіхан балалар массажы. Солармен бірге істеп отырмын, одан өзімнің үлкен баламды да лого массажға апарып жатырмын. Құдайға шүкір, 8-ші күні результат жақсы. Өзі де біздер сұрамасақ та көп сөздерді айтатын болды. Соған сол жерге рекламаға барамын. Ондан кейін тағы 5-6 жерге барамын. Солардың бәріне Get Ready With Me. Қосық қалай? Нормаль кетіп жатпа? Еслігі жақпай жатыр ма? Қараң, мына қосық азанғы уақытта мен үй жинап жатқанда, я басқа қылып жатқанда, өзі азанғы уақыттағы настроение кешке дейін тәсір етеді дейді. Азанда жақсы болса жақсы, жаман болса жаман дейді, білмедім. Мен өзім сол азанғы настроениеге көбірек етіп беремін. Сондай бір мотивацияға толып кетейін деп, адамда көпеше жинап жүріп, я болмаса сондай киініп, таярланып жатқан уақытында бір жақсы қосықларды естіп аламын. Мүкәррәмә. Өткенде бір подружкаларым менен коллектив па, олма ұмытып тұрпан кім екенін, бірақ та я сіңлім бе айтқан. Сол дейді да, осы Мүкәррәмәнің күйеуі жаман құсайды. Сол ажырасайын деп жүрген жоқ па екен. Айтатын қосықларының мәнісінің бәрі бірдей. Жаңағы бір басқашалау ма дейді да, бір жаңа ажырасу мәнісінде ма дейді да, бір жаңағыдай қызғандыру, сондайлар туралы ма. Әмме қосықларының темасы бірдей дейді да. Не ондаймыз біздер? Бұл какой-то бір қосық қой, біздер қосықшының қосықларын жақсы көрмейміз де, өнерін жақсы көрмейміз. Біздер ар жағында өмірін жақсы көріп, өліп тұрамыз қызығып та. Мен өзім, личный өзім, олардың өміріне қызықпаймын. Қызыққанда жұмысларын, һәм блогерлікті, һәм қосықшылықты, оның ана болудан һәммесін келістіріп жатып та, Инстаграмда көріп барамын да. Енді мынау көшен қатыларының гафы құрсын. Сондай. Бірақ Мүкәррәмә, менің Инстаграмымды көретін болсаңыз, YouTube каналымды көретін болсаңыз, не себептен ондайларды шығарып жатырғаныңызды халыққа айтып кетпесеңіз, іш қыста болып өлетін шығармыз. Сондай, ал соңдан соң Мүкәррәмәнің өз жолына қояйық енді. Бірінші кішігірім уход істеп алдым. Уход істегенде себептен басқа есеп шақпаймын. Уақыт жоқ себебі. Уақыт жоқ деген өзінде менің ютубларымда контенттерімді көріп жүрген шығарсыз. Кемінде бір 10-15 минутлық видео болады болам. Осындай есеп неке. Ап көтер оңай. Осындай есеп. Мен бетіме көбірек ытылар беретін болдым. Хотя бы есеп жағып жүрейін деп, есеп жағып жүретін болдым. Себебі айтып, аузыма мауыт. Қараң, бәрібірім көпшіліктің алдында жүргенде бір сұлулау болып жүргім келеді де. Астанадан боянуды да үйреніп жатырмын. Үйіп тұрып жағып аламыз. Жоқ болса, екінші өмірімді қосқышы болдым. Мен өз дұрыс жағып жатырмын ба? Негізі қолмен жағу керек пе себепті? Кім не айтады? Себепті киімдерді киіп алып жаққаным дұрыс емес пе негізінде? Өз айтып, өз жауап береді. Бір мәртебе базарда көріп қалған кезінде мені тарихтан оқытқан мұғалімім айтып еді. Контентлерің зор, бірақ бірінші өзің күлесің, ондан кейін барып айтасың, өзің күліп, өзің айтасың деп еді. Сондай. Қазір сондай болды ма? Көп жағып жібердің демей қойың, бұл әзір сіңеді, сіңбесе былай қарап мойынға қарап жібереміз. Себебі мойынның терісі менен беттің терісі бірдей болу керек деп айтып еді. Екінші қолым жәрдемге келеді, тым болмаса. Сүйінбей-ақ. Нормаль фон беріп тұрып ба мына қосық? Мен өзіме ұнайды ал. Ал соның менен есепті жағып болдық. Енді образ сайлаймыз, киім сайлаймыз. Ал кеттік. Осы жерде фук еткен ферахот болады. Ал, бүгін менде менюда мынандай көк рубашка, бұны Шоманайда Наргиза деген базардың ішінде магазин бар, өзіңіз білесіз. Шоманайшылар біледі, сілер енді
көпшілігіңіз білмеуіңіз мүмкін, шамандайшылар біледі. Наргизаның магазинінен алдым. Алған жоқпын, маған подарок етті. Күшті ма? Сондай. Ондан кейін сол жерден ондай шалбар алдым, женси шалбар. Қазір бірінші осы екеу. Қалай? Фу кеткен переход. Тоқтам, фу кеткен емес. Фу кеткен переход болады, осындай. Деп жауабан. Қалай? Менде бірінші осындай. Так. Музыканы өшіріп жіберейін бе? Қараң. Неке менде бірінші осындай кофта и онан кейін шалбар неке. Мындай шалбар. Қалай бұл образ? Екінші образ бар. Шалбарды өзгертпейміз, үсті бетіне өз маңнайға тіккен бір шалбар ғой. Үсті бетіне ақ футболка менен, оның сыртынан аз 1 минут. Оның сыртынан мынандай рубашкам бар. Соны киіп кетсем екен деп ойлап тұрмын. Қалай болса солай шешіп кеткен неке. Өзінше bir шерке келдіріп сұлулау болып көрсете қойын деп онымен келіспей жатырмын. Ал сонымен қош қайта киім шешініп жаппай тұрып, осы образбен кете беремін. Шашқа айтып бермең, шашты деп жібереміз. Қазір бір жақсылап тұрып тарап жібереміз, сонымен келе кеп кетеді. Сонымен сіздер менің YouTube каналымды көруден ұзақласпаң, Құдай қаласа бұдан да зор контенттер шығады, одан да басқа кетіреді өзімейлер шығады. Ал мына кофтаны берген үшін Наргизаға өз алдына рахмет айтамын. Сіздерде ол жерде арзан, Шоманайда ең арзан, енді андай ақыл көріп өзде бар ғой, қарызға береді, сорамайды. Мен сондай адамдарды қатты жақсы көремін ғой, оны мен бір өзім жақсы көрмеймін, сіздерім жақсы көресіз, соның үшін сондай қарызға беріп, затын сорамайтын адамыңыз бар болса, соның атын жазып кетіңіз мына жерге комментарияға. Сөйтіп жүректің белгісін қойын қасына. Оқып, хотя бы сол жақсылығымды біледі екен ғой деп қуанып отыр. Ал соның менен Hammangizga kuningiz omadli bo'lsin. Mening YouTube kanalimga a'zo bo'lib qo'ying, Instagramga da o'tib a'zo bo'lib qo'ying. Tag'in edi. Eng ahamiyatli gap, Qaraqalpoqda Qaraqalpoq qo'llamasa hech kim qo'llamaydi. Videoga fikrlaringizni yozing, like bosing, ham meni qo'llab-quvvatlab yuring. Aldindan rahmat, like bosgan qo'llaringiz talmasin. Keyingi kontentlarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.